видео салып едім ғой. Батыс банағы кезінде енді ата бабаларымыз айтты ғой, енді батыс батырлар банағы соғысқа шыққан, банағы батыстан шыққан екен да. Айтады кіші жүзге найза берді, ұлы жүзге тағы бірдеме, орта жүзге бірдеме деп. Соны видеоны шығарып қойғаннан кейін комментарийлар страшно кетіп жатыр ғой. Адамдар дегенді атауы ғой енді. Достар, руға бөлінбеңдер. Руға бөлінбеңдер. Біз итак қазақ деген итак аз халық қой. Еще руға енді кезінде не үшін бөлінген, банағы қан қосылып кетпеу үшін, банағы жеті ата не деген ғой енді. Енді руға ру берілген, ол бөліну, қазақ деген бөліну емес қой деген. Комментарийда бір-бірімен, менің видеомда, менің постымда комментарийда бір-бірімен қырылып жатыр ғой. Там Қабанбай батыр деген қаяқтан шыққан, ол батыстан шыққан жоқ қой деген әңгіме ғой. Қазақтың бәрі мықты ғой, достар. Қазақ баласы, қазақ деген рухты да. Қазақ бәрі мықты. Бір-бірін қолдау керек, бір-бірін қолдасаңдар, мен батыстікімін, мен тек ұлы жүз, кіші жүз, мен орта жүз деп бөлініп керек емес та. Бары 20 миллион халық та, например, да еще бөлінесіңдер. Например, шетелде, Қытайда бір жерде жүрсек, өз қазағымызды көріп қалсақ, андайда, бауырмашылық оянып кетеді да. Барып араласып, общаться етіп, банағы сөйлескің келіп тұрады да. Бір қазақты көріп қалсаң да, например. Или өзіңге ұқсайды, қырғыздарды көріп қалсаң, қырғыз қазақ бір туған дейді ғой. Жаны ашып барың келіп тұрады да, сөйлескің келіп тұрады да. Потому что көресің да, жанында састарының өзің басқа ұлт жүр да. Сосын, достар, ұлтқа бөлінбеңдер. Қазақтар бір-бірін қолдандар, достар. Бір-бірін қолдандар. Қазақты қолдамағанда кім қолдайды? Ойлаңдар. Көр алмаушылық, интрига, піш-піш әңгіме алып тастаңдар, достар. Болмайтын әңгіме да. Одан өсектегеннен біз жақсы болып кетпейміз, наоборот. Қараңдаршы, өзбек қырғыздарды соперник бойда ұтылып қалады, таяқ жеп ұтылып қалса да, өліп батыр да, бір-бірін қолдап та комментарийда. Қырғыздың флагын, өзбектің флагын, Таджикистан флагтары жүріп отады да, ничего, келесіден мықты боласың деп қолдап атады да. Бізде